1938 сенесі Қырым татары зиялыларының ақмежетінің НКВД писханесінде атып өлдірілмесі Киевде Қырым евінде кечірілген мұнақашада анылды. Языджы этнограф алимлер сақтеленілген делилер бойынша Алмания менфаатына япылған жасуслықта қабатланылды. Әлі құлғанларының там саясы белі дегіл. Зиялыларыны өлдіріп, большевиклер Қырым татар халқыны башлықсыз қалдырды. Бұл амелият шымды Земаневи Русияды құланылады Қырым татарларының етекчесі Мустафа Джамилев. В 28 году был уже расстрелян. 29 сенесі Мұхтар Жұмхуриятның бірінші башы Ибраимов атып өлдірілген еді. Sonra құлақларыны жазалмаға башладылар. Нәтижеде, en azından 50.000 Қырым татар адымы айлернен Қырымда сүрген етілген еді. Sonra kütlevi terror, kütlevi кушхун жазалары башлады.